Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен ең оңай жасалатын кекстің рецебімен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен біз бөлме температурасында тұрған сары маймен қантты жақсылап миксерлейміз, яғни бізде қанты еру керек. Одан кейін жұмыртқамызды, сүт және ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Онға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз және де ұн елегіштен өткізіп, барлығын бірдей салып жібереміз. Одан кейін жақсылап тұрып миксерлейміз. Мінекей достар, біздің массамыз дайын. Массамыз осындай қою болуы қажет. Массамызды формаға саламыз. Бұл жерде мен форманы майлап алдым. Сіздер пергамент салсаңыздар да болады, және де дөңгелек формаға да салуға болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут бойы пісіреміз. Кексіміз өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.